Еріктілер бұл өз ынтасымен азаматтық қоғамның игілігі үшін әрекет ететін, өзінің білімін, уақыты мен күшін материалдық сыйақы алуға немесе ақы төленетін жұмысқа емес, бірлескен әлеуметтік күш үшін арнайтын адамдар. Ерікті қызмет белгілі бір міндет бойынша бірлесіп жұмыс жасау, достық пен өзара түсіністікті құрудың тиімді әдістерінің бірі деген идеяға негізделген. Ал жобалар диалогтың, әр адамның қабілетіне қарай жұмыс істеу мүмкіндігінің негізі болып қызмет атқарады. Дәл осы белсенді жастардың қатарын жамбылдықтар да толықтыруда. Толығырақ тілші материалы. Қазіргі уақытта әлемде бірқатар халықаралық волонтерлік бірлестіктер бар. Олар әлемдік ауқымдағы волонтерлік принциптің жұмысында шешуші және ғаламдық рөл атқарады. Ерікті ұйымдардың әлемге деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеуде және оны білдіру құралдарымен қамтамасыз етудегі рөлі әлемдік деңгейде өсіп келеді. Бүгінде өңірде белсенділер қатары 14 мыңға жуықтапты. Жылдан жылға волонтерлардың қатары өсіп жатыр. Өткен жыл негізі нақты айтатын болсам 13 мыңға жуық болған. Осы жылы 24 жылғы санақ бойынша 14 мыңға жуықтап тұр волонтерлардың саны облыста. Бірақ мен өзім жеке пікірім, біз саннан сапаға қарай жұмыс жасау керек деген принципті қолдаймын. Сондықтан қазіргі таңда жалпы осы волонтерлардың жалпы санын өзектендіру мақсатында өз атымыздан, мекеме атынан барлық жастар ресурсы орталықтарына, волонтерлық бойынша тиісті жұмыс атқаратын мекемелерге хат жолданған болатын, оқу орындарына. Ол жерлерде жалпы біз волонтерлардың нақты базасын қалыптастыруға жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жалпы қай колледжде, қай университетте, қай ауданда қанша волонтер бар, соның бәрін жалпы жеке санағын жүргізіп нақтыларымыз келіп отыр. Айта кетейік, жастардың қатысуымен, соның ішінде жастар ресурстық орталығының ұйымдастырумен, жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен көптеген волонтерлік топтар жұмыс атқаруда. Жалпы волонтерлерді қолдау мақсатында, оларды үстемелеу мақсатында көптеген форумдар, гранттар ойнатылады. Гранттың аясында жеңіп алған азаматтар өздерінің қоғамға пайдалы іс-әрекетін жүзеге асырады. Тахмина Тәліпжан, Аділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 7-7 Ньюс.